Қандай танымал жұлдызға күйге шығар едіңіз? Негізі Айқын Төлепберген болған. Айқын Төлепберген. Неге ол? Білмеймін, кішкентайынан өлеңдері барлығын айтып бос емес. Біз негізі Еркебұлан Тоқтарды іздегенбіз ғой. Қандай танымал адамға күйге шығар едіңіз? Мен вообще күйеуге шықпаймын. Крашыңыз жоқ па? Крашым? Да. Ешкім ұнамай ма жұлдыздардан? Қандай танымал жігітке күйге шығар едіңіз? Димаш шығар. Димаш Құдайберген. Әділет. Әділет деген көп. Әділет жоғаш деген ба? Который Димаш Әділет бар еді ғой бір Инстаграмда. Ол не үшін ұнайды сізге? Харизмасы, телосложениесі. Біз негізі Еркебұлан Тоқтарды іздеп жүрген. Соны айтайын деген мен негізі. Айта алмай қалдыңыз ғой. Соны айтқым келіп тұр, бірақ мен вкусно емес. Көп сөйлейді. Негізі Еркебұлан Тоқтар. Мен соны айтайын деп тұрдым да, просто бәрі айтады ғой, Еркебұлан типичный же. Иә. Бүкіл қыздар Еркебұланға сынады дейді, типа. Бүкіл көптің несі болған мен жоқ. К сожалению, өзіне көре алмасын. Танымал жігітке крашыңыз бар ма? Жоқ, мысалы, танымал. Мысалға дейді. Қандай танымал адамға күйеуге шығар едіңіз ба? Еркебұлан Тоқтар. Неге Еркебұлан Тоқтар? Ну, әдемі. Білмеймін, басқа причина жақсы головой. Да. Руыңыз қандай? Табын кіші жүз. Табын, кіші жүздің қыздары пысық деймін да. Қай фигурасы бар? Қай жағынан саған қызықтырады? Наверное, тәрбиесі. Тәрбиесі. Бізде енді осы Еркебұлан Тоқтар деген іздеп жүрміз. Енді біз сізге күшті сыйлығымыз бар, 200 000 теңгелік тұратын. Жақында інісіне үй салады ғой. Өзі бір емес, екі үй алдыртатын едім, мен оған маған келген жоқ. Егер сіз маған тіркелген болсаңыз, мен сізге көрейік сонда да тексеріп. Мен былай көріп тұрадым, TikTokта. Иә. Келіп алыңыз, мен сізге 200 000 теңге беретін едім қазір. Рахмет, сонда да сіз жеңдіңіз деп ойлаймын.